Алғашқы свиданиеда қателіктер ол қызды сөйлете алу жігіттер. Бөле байса, бір результат үшін барады да қызбен. Видеозвонокпен басқа жігітпен сөйлесіп, ол жігіт келіп, сол жерде ана екі қыз алып кетті. Беканың көз алдында. Ешқандай Бекаға мынандай үлкен мүйіз қойып кетті да, лох деген ат жазып кетті. Ассалаумағалейкум жігіттер, каналға қош келдіңдер. Бүгін танысатын жігіттердің тақырыбы бір бөлек еді. Танысып болғаннан кейін не істейді жігіттер? Свиданияға шақырғысы келеді. Бірақ свиданияда көп жігіттер қадалып жатады. Или банальный бір нәрсені істейді. Киноға шақырады, кафеге шақырады, сонымен үйіне қайтарып салады, болды. Сонымен ертең қыз звондамай жатыр, звондасам алмай жатыр, жазсам жауап бермей жатыр деп жатады. Неге? Өйткені сен ол қызды қызықтыра алған жоқсың. Еш нәрсе жасай алған жоқсың, Бүгін свиданияда болатын қателіктер туралы айтатын боламыз, және менің бір жеке жұмыс істеп жатқан жігіттің свиданиясы туралы айтып беремін. Енді ол сәл кейінірек, сондықтан видеоны соңына дейін қарайтын бол. Ал бүгін свидания. Енді алғашқы свиданияны айтатын болайық. Алғашқы свиданияда қандай қателіктер болады жігіттерде? Алғашқы свиданияда қателіктер, бірінші қателік сол, қызды барынша қуантқың келеді, қызға барынша ұнағың келеді. И сол үшін сен не істейсің? Тырысып бағасың. Ол қыздарға білініп қалады жігіттер. Сенің сонша дайындалып, киім киініп, білмеймін, крем жағып, одеколон сеуіп, өзге бір сыртқы образыңды өзгертіп, оған жаңа ресторанды дайындап, алдын ала бәрін келісіп, ол бір сыртынан әдемі болып көрінуі мүмкін, сырт қарағанда, немесе кинода әдемі болып көрінуі мүмкін, бірақ реальный өмірде олай емес жігіттер. Яғни бұл бірінші қателік, қызды сен не істеп тұрсың? Жоғалтып алудан қорқып тұрсың. И сол арқылы сен не істейсің? Қызға маңыздылық беріп бастайсың. Жігіттер азаннан бері свиданияға дайындалады кәдімгідей. Или болмаса, мысалы, бүгін сен қызбен таныстың, понедельник таныстың, субботадан кездесеміз деп шешім қабылдадыңдар, и сен бір апта бойы сол свиданияға дайындаласың. Не айтатынын дайындаласың, не киетінін дайындаласың, қайда апарам, не істеймін деп. То есть сен қызбен кездесуде сол свиданияны өте бір құнды қылып көтеріп тастайсың, важный қылып тастайсың өзің үшін. И соответственно сен оны қызбен кездескен кезде не істейсің? Тормоз етіп бастайсың. Өйткені ол сен үшін бір жай ғана қыз емес, бір досыңмен кездесіп жатқан жоқсың. Сен оны ойбай, мен қызбен кездесіп жатырмын, мен бұған сонша уақыт бөлдім, дайындалдым, ақша алдым, енді облажаться етуге болмайды деп сен барынша стараться етесің. Жоғалтып алудан қорыққаннан не істейсің? Сен барынша қыз ренжіп қалмасын, кетіп қалмасын, қазір жылап қалмасын, ұнамай қалмасын деп барынша тырысасың. Бұл бірінші қателік. Бұлай жасап жүрген жігіттер көп, бұлай жасайтын болсаң, сен точно қадаласың жігіттер. Енді көбінде қыздар да қазір күшті болып бір тәрбиелі болып жатқан жоқ, олар сен пайдаланып кетеді. Сондықтан оны да ескеру керек. Демек бірінші қателік, қызды жоғалтып алудан қорқу. Бұл бірінші қателік. Оны жасамаймыз. Қорықпаймыз. Как она есть, бұрынғы досыңмен кездескендей, немесе бұл бір қыз сен бір үйленіп кетемін, ертең осы қызбен жүріп кетемін деп емес, спокойно бір кездесуге болады. Оны білмей жатсаң, біз саған көмектесеміз ол жағынан. Екінші, қыздың көңілінен шығуға тырысу. Барынша қыз ренжіп қалмасын, қыз күліп жүрсін, қыз ертең үйіне барған кезде жақсы эмоциямен қайтсын, қыз мені ертең жаман деп ойлап қалмасын деп барынша жігіттер не істейді? 90% сол свиданияны өзіне алуға тырысады. Инициативаны бәрін өзіне алады. Бәрі жігіт сөйлейді, жігіт күлдіртеді, жігіт төлейді, жігіт жасайды, бәрін қамтамасыз етеді. Жігіт сол арқылы қыздың көңілінен шығуға тырысады. Бұл қате. Свидание деген нәрсе, тем более бірінші свидание всегда 50-50 болу керек жігіттер. Сен бірінші кездесіп тұрған адамың ғой, сен білмейсің ғой қыздың әлі қандай екенін, кім екенін, сен жолда таныстың, сен әлі ол қыз туралы ешқандай бір толық ақпаратың жоқ, сыртын ғана білесің, бір-екі рет WhatsApp-пен может сөйлескен шығарсың, Instagram-ын көрген шығарсың. Сен пока что сен ол қызды танымайсың, также ол сені де танымайды. Сол үшін бірінші свиданиеда оның көңілінен шығам деп жыртылып керегі жоқ. Бәрі 50-50 болу керек. Енді 50-50 қиын ғой бізде қазір, счетты қалай 50-50 төлейміз не счетты деген сұрақ келеді. Көп жігіттер осы жерде тормоз етеді. Яғни счетты қалай мен қызға айтамын, жартысын сен төле деген сияқты. Болады олай айтуға жігіттер. Иә, біз оған дайын емеспіз, біздің психика оған дайын емес, біздің менталитет әлі оған дайын емес, біздің қыздар да оған әлі дайын емес, но болады істеуге. Бізбен оқып үйренетін болсаң, біздің тақырыптарды түсінетін болсаң, істей аласың олайды. Үшіншісі, шли тормоз болу жігіттер. Или шли бір артық кетіп қалу, екі крайностьқа түсіп кету. Тормоз болу деген қалай? Свиданияға шақырып алдың, қыз келді, возможно, ол сен ұнатып отыр қызда. Енді свиданияға сенімен шықса, значит, бірдеңе бар ғой, енді ол қызда какой-то интерес бар ғой. Бірақ сол интересті жоғалтып алатын жігіттер не істейді? Тормоз болады. Максимально жаңағыдай ұялып, артық сөйлеп қоймай, күлмей, тамақты вилкамен ровно жеп, ровно тұрып, яғни вообще бір жігіттік бір инициатива танытпайды. Содан кейін қыздар не істейді? Тормоз екен ғой, дейді. Қыздар да енді қарайды ғой, қай жігітпен шықтым, не істеп отырмын дегенде. Сондықтан сен қызға бір жігіттік сәл мінезіңді көрсетіп, сәл бір интерес көрсетпесең, значит, сен бір крайностьқа өтіп кеттің деген сөз. Екінші жігіттер бар, ой, ондай тормоз болмау керек екен де, екінші крайностьқа өтіп кетеді. Олар не істейді? Наоборот, дерзкий болу керек, наглый болу керек, борзеть ету керек, өзінің түкін қойып тастау керек деп, екінші крайностьқа өтіп кетеді. Сол арқылы қызды қорқытып алады, шошытып алады, ой, мынауың абьюзер екен, мынауың тиран екен деп қазір мода болды ондай сөздер. Сол арқылы қызды былайша айтқанда артық кетіп қалады кешірушілер, қыздың бетінен ұстағысы келеді, сүйіп алғысы келеді, бірінші свиданияда да. Олай істеуге болмайды деген сөз емес, просто сен оны қызды сезе алмасаң, либо сен тормоз болып кетесің, либо сен
екінші крайностьқа өтіп чересчур наглый болып кетесің да, сонымен екеуі де екі крайность, сонымен қыз жоқ болады аяқ жағында, телефонын алмайды, звондасаң жазбайды деген сияқты, в общем жоқ болып кетеді. Осындай қателік жасап жүрсең, онда ортасын ұстап үйрен болған. Төртінші, результатқа қадалып тұру. Көп жігіттер не істейді? Мен мына қызбен шықтым, бұл қызды жіберіп алмау керек. Максимально бүгін сезімімді айтып қалу керек, максимально бүгін сүйіп алу керек, там қолынан ұстап қалу керек, или там квартираға алып кету керек. То есть бір результат үшін барады да қызбен. Сен бірінші свиданияға сондай результатпен баратын болсаң, онда точно қадаласың жігіттер. Сенің әлі ондай бір опытың жоқ қой, ол қызды сезе алатындай, ол қыздың алдында ортасын жаңа золотая серединаны ұстай алатындай, қызды қайда апарып не істеу керек дегендей, сен ондай бір сезімталдығың жоқ, сен білімің емес, сен бұл жерде білім туралы, ақпарат туралы айтып жатқан жоқпын, там былай апар, былай сөйле, бүйтіп айт деген емес, сен сезе алмайсың оны әлі. Қай жерде тоқтау керек, қай жерде наоборот басу керек деген нәрсені сен сезе алмайсың, иә? Қыздың ұялып тұрғанын, күліп тұрғанын, жылап тұрғанын сен сыртқы көрінісімен білемін деп ойлайсың, бірақ сен сезе алмағаннан кейін не істейсің? Екі крайностьқа өтіп кетесің или тормоз болып қаласың. Демек, результатқа қадалып тұру дегенде осы да, то есть қыз вроде сені ұнатпай тұр, бірақ сен жоқ, максимально сүю керекпін, мен оның қолын ұстау керекпін, там білмеймін, құшақтау керекпін деп результатқа қадалатын жігіттер бар. Или там нет, мен оны жібермеймін, бүгін кешке дейін жүру керекпін ол қызбен. Тоже результатқа қадалу. Сен қадалып қаласың деген сөз. Результатың емес, сен жалпы өзің қадалып қаласың. Ол қыз сені сливать етіп кетеді, или сен сол жерде кетіп қалады, сен жындысың ба деп айтады, қуасың ба деп айтады, я не такая деп айтады, сонымен ол қыз не істейді, жоқ болып кетеді. Тағы да қателестің, иә? Осындай результатқа қадалып, мен қолынан ұстау керекпін, жоқ, мен оны сүю керекпін, бүгін как-нибудь құшақтап алу керекпін, бірінші свиданияда өзімдікін қойып тастау керекпін деп қателессең, онда қадаласың жігіттер. Бұл қателік жасап жүрген болса, жазыңдар, жасап жүрмегендер болса, комментарийға мен жасамаймын деп қалдырып кетіңдер, яғни білдіріңдер, что осындай қателік жасамайтын жігіттер бар екен. Бесінші қателік интервью дейді. Не дейді? Олар свиданияға келеді, интервью жасайды. Өз туралы айтады, мен осындаймын, осындай жерде туылғанмын, осындай үйім деп, ондай, әкем сондай, шешем сондай, мына жақта оқыдым, бүйтем, сөйтем, арманым осындай, интервью. Сосын қыздан сұрайды, сенше? Сосын қыз да айтып береді. Сонымен екеуі бір-біріне интервью береді, или там собеседование отқандай бір сондай форматта өтеді да свидание, типа сен кімсің, мен кіммін, сен қандайсың, мен мұндайсың. Сонымен екеуі не істейді, бір-бірін жақсы танып алғаннан кейін дальше қызық болмай қалады. Өйткені бәрін айтып тастады ғой бір-біріне. Или там жігіт айтып тастайды. Көбінде біздер жігіттер айтып тастаймыз ғой барамызда. Қазір максимально қызға өзінің қандай күшті екеніңді көрсету керек, қандай жақсы жігіт екеніңді көрсету керек, қандай білімді екеніңді көрсету керек, там қолыңа не келетінін бәрін көрсет, там бүкіл семьяңды көрсетіп таста, айтып таста. Сол кезде не істейді? Қыз сені жақсы көріп қалады. Сен қыз көреді, что сен, о, молодец, красавчик жігіт екен. Так что мен бұл жігітпен бірге боламын деп осындай біздің жігіттерде қателік бар да, осындай қате ой бар, түсінік бар. Мен барынша ашып тастасам, значит қыз мені жақсы көріп қалады. А егер мен ешнәрсе ашпасам, значит қыз мені түсінбей қалады, менен қорқып қалады деген сияқты. Тоже бұл жерде де алтын ортасы бар жігіттер. Ашып бәрін айтып көрсетіп тастасаң, иә сен қызық болмай қаласың, өйткені сен туралы бәрін біледі ол. Жабылып ешнәрсе айтпай бір секретный агент болып отырсаң, иә, тоже қызық емес, тоже түсініксіз, сен кім екенің, қандай адам екенің. Сол үшін бәрінің ортасы бар. Ортасын ұстай алу үшін сенде не керек, опыт керек, сезу керексің кішкене. Қай жерде айту керек, қай жерде айтпау керек. А ең дұрысы ол қызды сөйлете алу жігіттер. Біз оны свидание сабағында полный ашып береміз. Қызды қайда апару керек, қалай сөйлесу керек, не туралы сөйлесу керек, не туралы сөйлесуге болмайды. Қазір банальный свидание ғой, бәрінде кино, кафе, ары кетсе паркке жүреді, болды. Барынша жігіттердің осы ғой креативі жетіп отқан, иә. А негізі мың түрлі свидание бар. Ақша құртпай свидание жасауға болады, тек қана эмоциональный свидание жасауға болады, творческий свидание жасауға болады деген сияқты, спортивный свидание жасауға болады. Свидание түрі көп. Сен де егер тек қана бір 20 жасында, 30 жастағы жігіт, әртүрлі жігіттер көреді ғой, бір рельспен жүріп тек қана бір свиданиемен келе жатсаң, жігіттер, онда қыздарда көп үміт болмайды сенде. Шанс жоқ. Қыздар саған қарайды, сенімен қалады, жүреді деген үмітің аз болады, шансың аз болады. Сол үшін свиданияның қазір түрі көп. Ол туралы білгің келсе, бізде арнайы свидание деген сабақ бар, танысу сабағы бар, тестостерон сабағы бар, қыздармен не туралы сөйлесем деген сабақтар бар. Оның бәрі төменде болады. Демек, интервью жасап, сен айт, мен айт болып кетпеу керек. Бұл да қателік. Алтыншы, қыздың досы болу. Яғни осындай жігіттер болады, тоже қателеседі, что мен қызға қазір сезімді айтпау керекпін, жігіт сияқты жақындамау керекпін, мен қызбен тек қана дос ретінде жүру керекпін, пока оның досы болып біліп алайын, қыз маған кішкене үйренсін, вот сосын мен жайлап подход жасай бастаймын. То есть потом мен сезімді білдіремін деп ойлайды. Ол да қате жігіттер. Досы болып бастасаң, досы болып қала бересің ары қарай. Сен дос боласың, френдзонада қаласың сосын. Мен пока бір ай дос бола тұрам, жақын танысып алам, содан кейін барып сезім білдірем десең, онда сен бір ай бойына дос болып қалдың ба, екінші айда сен жігіт деген категорияға өтпейсің. Сол үшін басынан бастап, сен танысқаннан бастап, свиданияға шақырғаннан бастап, свиданияда отқаннан жүргеннен бастап сен бүкіл сөйлеуің, қарауың, әрекетіңнің бәрі жігіттің ретінде болу керек. Яғни ол сен қызға жігіт ретінде қарау керексің. Подругасы емес, досы емес, там туысқаны емес, жігіт ретінде. Жігіт ретінде қарау деген оған сәл флиртовать ету, оның сезімдермен ойнау, оған эмоция беру, күлдірту, там ұялдыру деген сияқты бір эмоциялармен ойнай алу.
яғни сенің оған бір қызға қарағанда сезімің бар екенін білдіре алу. Сезім білдіру деген айтып тастау емес жігіттер, сөз салып тастау, ұнатып қалдым, мен сені жақсы көріп қалдым, бір көргеннен ұнадың деп емес, жай бастау, сезе алу. Бұл 6-шы қателік. Яғни қыздың досы болып қалмай, немесе қыздың досы болып жүріп алып, потом сезім білдірем деу, бұл қателіктің біреуі. 7-ші соңғы қателік, көп жігіттерде ең көп кездесетін қателік, ол өзің туралы жаңа бәрін айтып тастау. Мен сендерге айтып отқан жігіттерге енді сабақ беріп осындай тақырыпта сөйлеп отқан ар кетсе 1-2 адам бар шығар қазақ тілінде де мысалға. Бірақ қыздарға осы салада үйрететін, сабақ беретін бір курстар немесе ұстаздар өте көп. Инстаграмда байқайтын шығарсыңдар. Демек, олар не нәрсені үйретеді? Олар манипуляцияны үйретеді, қалай жігітті сындырып алу керек, қалай жігіттің потенциалын біліп алу керек, жігіттерге не айту керек, не айтпау керек, қалай жігіттерден ақша сындыру керек, осының бәрін үйретеді жігіттер. Демек, қыздар сенімен свиданияға келген қыз аңқау, түк білмейді, өтіріктен бет отырып майысып отқан қыз ақымақтау қыз деп ойлап қалма. Ол сенен 2 есе ақылды. Ол сенің уже киіміңе қарап, сенің түріңе қарап, сенің отырысыңа, сенің шақырған жеріңе қарап, ол сен примерно кім екеніңді уже біліп қойды. Енді ол дальше білу керек болады. Дальше не істейді? Қыздардың сені сөйлетуге тырысады. Анау қалай, мынау туралы не ойлайсың, үйіңде қаншаусыңдар, сен не істейсің, 2 жылдан кейін не істегің келеді, ана мындай деген саған неудобно кейде сұрақтар қойып, или саған проверкалар қойған кезде көп жігіттер не істейді? Сол жерде жел шығып қалады, типа альфа болып отырады, өзінше болып бір жерге шақырып, қарызға ақша алып, бір ресторанға шақырып, өзін сатқысы келіп отыратын жігіттер бар ғой, типа қара мен мықтымын деген сияқты. Вот осындай жігіттерге неудобный сұрақтар қойған кезде, олар сол сұрақтардан өтпей қалады. Яғни өзінің шындығын бәрін айтып тастайды, или өтірік айтып қояды. Ой, мен мынандаймын, сондаймын, бүйтейін деп жатырмын, сөйтейін деп жатырмын деп, либо на крайностьқа өтіп кетеді, тағы да өтірік айтып, сосын ертең өтірігі ашылып қалған кезде позор болады, қыз оған қарамай жатса, либо бүкіл шындығын айтып тастайды. Мен негізі мындаймын, сөйткім келеді, бүйткім келеді деген әңгімемен, сонымен қыздар не істейді? Оның бәрін біліп алғаннан кейін, либо ол сені керек болса пайдаланады, оға алатын нәрсе бар болса, сені пайдаланады да ол. Ал егер сенде еш нәрсе жоқ болатын болса, онда Гөле Вайса сен тамағын ішіп, киноңды көріп алғаннан кейін, ладно, онда кейін жолығамыз, хабарласамыз дейді, сонымен жоқ болып кетеді. Бұл енді 7 қателік көп кездесетін қателіктердің бірі ғой. Бұдан да қателіктер көп жігіттер, айта берсең, несі түрі көп. Бірақ осы 7 қателік барлық жігіттерде кездеседі. Как минимум 1-2 сенің бойыңда бар, сен оны по-любому жасап жүрсің или жасадың, енді бұл видеодан кейін жасамайсың деген үміттемін. Енді жаңа видеоның басында айтқандай, бізде бір жеке оқып отқан, енді атын Бека деп айта салайықшы, бізде сондай атын айтып түрін көрсете алмаймыз ғой енді біздің жігіттерде. Сондықтан Бека деген бір жігіт бар. Ол жігіт свиданияға бізге дейін, біздің сабақтарға қатыспай тұрып, яғни бізбен жеке жұмыс істемей тұрып, ол бір қызбен свиданияға өтті. Фариза деп айтса. Фариза деген қыз, ол қасқыр қыз негізі. Ол Беканы былайша айтқанда шағып тастайтын қыз ғой. Екеуі свиданияға келген кезде Бека қарызға ақша алып, барынша әдемі ресторанға шақырып, өзі өмірінде барып көрмеген ресторанға шақырып, сөйтіп жаңа осы қателіктердің бәрін жасап шыққан адам ғой Бека. Қыздың көңілінен шыққысы келді, өзін сатқысы келді, өзі туралы айтты. Сөйтіп Фариза бәрін біліп алғаннан кейін не істеді? Сол моментте подружкасын шақырды сол жерге. Прикинь? Сол свиданияға подружкасын сол жерде отырып шақырып алды. Сөйтіп подружкасы екеуі отырып Беканы тыңдады. Беканың тамағын жеді. Подружкасы келгеннен кейін ол су ішіп отқан жоқ қой, ол да тамақ заказ берді, тамақ жеді. Сонымен уже счет 30 мыңнан асып кетті. Басында 12 мың теңге болған дейді Беканың айтуынша. Қазір уже 30 мыңнан асып бара жатыр. Өйткені қыздар заказ беріп жатыр дейді. Олар әдейі беріп жатқан жоқ, олар просто прикол ұстап отыр біріншіден. Екіншіден Беканы тексеріп отыр. Қанша ақшасы бар, қанша шығара аламыз деген сияқты. Сондықтан жігіттер қыздардың бәрі жақсы, қыздардың бәрі ақкөңіл деп қатты алданып қалмаңдар. Енді бұлмен тоқтаған жоқ қыздар. Осы жерде Бекамен отырып, видеозвонокпен басқа жігітпен сөйлесіп, ол жігіт келіп, сол жерде ана екі қыз алып кетті. Беканың көз алдында. Ешқандай Бекаға мынандай үлкен мүйіз қойып кетті да, лох деген ат жазып кетті, маңдайына жазып кетті. Бека осыдан кейін ашуланды, жынданды, сөйтті, бізге хабарласты. Бізден 1,5 ай жұмыс істеді. Содан кейін тура сол Фаризаны 1,5 айдан кейін свиданияға шақырды. Сөйтіп Фаризаға енді басында 38 мың теңге жаратып тастады ғой Бека сол жерде. Еще эмоционально қандай жаман бір состояниеға түсті, то есть өзін жаман сезінді. Енді сол сезімнің бәрін қайтару керек қой. Біз не істейміз? Фаризаны пайдаланып кетпейміз, біз Фаризаны алдап кетпейміз, біз Фаризаны төсекке тартпаймыз, біз ондай нәрсені үйретпейміз жігіттер. Бірақ біз басқа жолдарын көрсете аламыз. Чтобы Фариза тура 38 мың теңгені Бекаға қойып беру үшін, еще сол эмоциональный жағдайдың бәрін орнына келтіру үшін бізде арнайы жолдар бар. Соны Бека не істеді? Қолданды. Яғни бір тиын шығармай Фаризаның машинасымен, енді Фаризаның машинасы демей ақ қойыңызшы, таксимен жүрді, бірақ Фариза төлеп жүрді оның бәріне. Екеуі медеуге барды, қыдырды, тауға шықты, пикник жасады. Бірақ оның бәрі за счет Фариза. Фариза төлеп отыр оның бәрін.
НК түсінбейтін шығар, қалай енді ол қыз төлеп кетті, бәрін қалай істеп кетті. Бірақ ондай жол бар жігіттер, оның бәрін жасауға болады. Егер сен басың дұрыс қимылдаса, сен сол нәрсені, біз беретін нәрсені қолдана алсаң, бәрін қайтаруға болады. Яғни осындай енді мысалдар бізде көп қой, бірақ бұл жердегі айтқым келіп жатқан жігіттер, сен де егер осылай қателіктер жасап жүріп, талай қыздарға қадалып жүріп, енді шаршап кеттім мен, не істеймін, болмай кетті ғой, ана қызға да қадалдым, мына қызға да қадалдым, білейін, ешқандай результат болмай жатыр десең, онда бізге хабарласып, осы мәселені шешсең болады. Біз сені бір қыздан кек алып үйретпейміз жігіттер, просто біз саған дұрыс информация береміз. Сен соны просто алып қолданатын болсаң, ертең ешқандай қызға қадалмайтын боласың. Тура Бека сияқты, мысалы айтқанда, не істеді? Бека 38 мың теңгесін Фаризадан алып алды. Алдап алған жоқ, сұрап қорқытып алған жоқ. Просто Фариза өзі Бекаға 38 мың теңге қойып берді. Қалай екенін мен айта алмаймын. Оны айтсам, ол уже бір сырымызды ашып қойғандай боламыз, бірақ оның жолы бар жігіттер. Сол үшін, сен де осы 7 қателікті жасап жүрген болсаң, онда бүгіннен бастап ойлан бауырым. Бұларды жасауға болмайды. Свидание туралы толық білгім келеді, қалай сөйлесем, не істеймін, қалай танысам, қайда апарам, не туралы сөйлесем деген мәселенің бәріне бізге арналған курстар бар. Ол толық ақпарат астында болады. Ал егер видео ұнаса, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Осы қателіктердің біреуін жасап жүрген болсаң, мен жасап жүрмін деп, немесе өзіңнің бір осындай қателік жасап қадалған бір сәттерің болса, астына жаза кетсең, вообще күшті болады, комментарий. Өйткені сол арқылы қанша жігіттер оны комментарийді оқиды, көреді, ойланады, бізде осындаймыз деген сияқты. Может, бұның арты басқа нәрсеге ұласып кететін шығар. Сондықтан жігіттер ұялмаймыз, қорықпаймыз, тек қана сырттан қарап, наблюдатель болып қана жүре бермей, активно қатысып, лайк басып, комментарий жазып, достарыңа жіберіп, осы видеомен достарыңмен бөлісіп, және ең бастысы, өзің де осындай қателіктердің бастан өткізген болсаң, комментарийға жаза кет. Мен оны міндетті түрде оқимын, оған жауап беретін боламын. Ал келесі кездескенше аман сау болайық.